Баршаңызға сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін біз сіздермен кофе банан тортын дайындайтын боламыз. Өте дәмді торттардың бірі. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Бірінші кезекте үй температурасында тұрған 5 жұмыртқамызға қантымызды салып, 2 есе ұлғайғанша, аппақ масса болғанша 10-12 минут аралығында жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай үлкейген кезде, ұлғайған кезде шетінен сұйық майымызды және де сүтімізді шетінен құя отыра біркелкі масса болғанша тағы да осылай жақсылап миксерлейміз. Біздің миксеріміздің венчиктары және қолданып жатқан ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Және де осындай електен өткізілген ұнымыз бен разрыхителімізді шетінен сала отыра миксердің ең төменгі жылдамдығында араластырып аламыз. Көп миксерлеуге болмайды, себебі біздің массамыз түсіп кетпеуі қажет. Немесе лопатканың көмегімен мұнды шетінен сала отыра астынан төмен қарай араластыру арқылы араластырып алсаңыздар да болады. Міне осымен біздің массамыз дайын. Басы біріксе болды, көп миксерлемеңіздер. Енді осыған лопатканың көмегімен де астынан үстіге қарай осылай тағы да кішкене араластырып аламыз да, бірдей 20 диаметрлік формаға салып, екіге бөліп құямыз. Менің формам 22 болғандықтан мен 22-ге пісіріп жатырмын, екеуі бірдей болсын деп. Енді осыларды теңдей бөлеміз де 160 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Енді кремін дайындаймыз. Осындай творожный сыр, менде Калекс фирмасының творожный сыры. Осыны өлшеп салып аламыз да, үстінен құмшекерімізді салып, біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Қант ұнтағын салуға болады. Менде болмағандықтан құмшекерді қолдандым. Міне осындай біркелкі масса болғанда, енді үстінен осындай міндетті түрде 33%-тен жоғары сливкиді қолданасыздар. Сливкиді құямызда қоюланғанша, біркелкі масса болғанша тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Егер де сіздердің миксерлеріңіздің жылдамдығы төмен миксер болса, онда сіздер бөлек араластырып алуға болады. Енді осы кремнің үстіне мен осындай шоколадты ерітіп құйдым. Молочный шоколад деген неңкі рошындыкін пайдаландым. Осыны ерітілген болу керек. Су моншасында немесе микроволновкада ерітіп алуға болады. Осыны салып, біркелкі масса болғанша тағы да миксерлеп жібереміз. Ендігі кезекте осындай бір шай қасық кофе қажет болады. Осының үстіне қызып тұрған сливкиімізді құйып, немізді езіп аламыз. Кофеміз езілуі қажет, сұйық болып, біркелкі болып. Немесе микроволновкада қыздырып отырып ерітіп алсаңыздар болады. Енді осыны массамыздың үстіне құямыз да, тағы да біркелкі масса болғанша миксерлеп жібереміз. Болды, осымен біздің креміміз дайын. Өте дәмді кремдердің бірі. Кез келген тортқа қолдансаңыздар болады. Осылай ішіндегі ауасы кету үшін тағы да осылай лопатканың көмегімен араластырып жібереміз. Біздің енді піскеннен кейін бисквиттарды бір 5-6 сағат негізінде холодильникте тұрғаны дұрыс. Сол кезде біркелкі болып әдемі кесілетін болады. Осыны енді пісіп шыққан бисквиттарымызды теңдей 2 бөлікке бөліп шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Міне өте әдемі осындай бисквиттар шықты. Негізі бұл бисквиттар ондай құрғақ емес, бірақ өз қалауларыңызша осындай пропитка жасауға болады. Мен сүттен жасадым пропитканы. Енді біз торттарымызды жинайтын боламыз. Осындай поворотный столик алып алыңыздар. Осындайдың үстіне және де раздвижное кольцо деп аталады. Осындай кольцо керек болады. Сол кезде сіздердің торттарыңыз
шеттері теп-тегіс әдемі болып шығатын болады. Өте тортты жинауға да өте ыңғайлы. Барлық кондитерлік магазиндерде сатылады. Енді осындай кремімізді сіздер теңдей 3 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Мен көз мөлшерімен салып отырмын. Сіздер бірдей болсын десеңіздер, теңдей 3 бөлікке бөліп аласыздар да, осылай саласыздар. Осы кремдердің ортасына негізі банан қосылу керек болып тұр. Менде бананым жоқ болып қалды, сондықтан банан салмадым. Крем жаққаннан кейін үстінен туралған банандарды салып отырасыздар. Қалған кремімізді үстіне жағамызда пищевой пленканы жауып, бетіне холодильникке 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін сыртқы крем жасайтын боламыз. Енді сыртқы кремін жасау үшін, обтяжкасын жасау үшін осындай бөлме температурасында тұрған 82,5%-тен жоғары сары майға құмшекерімізді салып миксерлейміз. Негізі құмшекер қолдануға болмайды. Қант ұнтағын қолданғандарыңыз жақсы. Осындай ақ масса болғанша жақсылап миксерлейсіздер да үстінен творожный сырды саламыз. Творожный сырды салып, тағы да біркелкі масса болғанша миксерлеп дайындап алатын боламыз. Тортты осындай тегістеуге арналған кремнің құрамында май болғандықтан сіздердің торттарыңыз салқын холодильниктен шыққан болуы міндетті. Міне осындай дайын крем біздер әдемі крем шықты. Қолымызбен тағы да жақсылап араластырып жібереміз да арнайы кондитерлік мешокқа салып алатын боламыз. Енді 5-6 сағат тұрған, менде кем дегенде 5-6 сағат тұру керек. Менде бір түн тұрды. Енді осы тортымыздың сыртын қаптайтын боламыз. Қалған креммен шет-шетіне черновая обтяжка дейді ғой, соны жасап аласыздар да. Міне шетінен осылай кондитерлік мешоктың көмегімен видеода көрсетілгендей осылай жағып шығатын боламыз кремдерімізді. Тортты тегістеуге бізге осындай міндетті түрде шпатель қажет болады. Және қалған кремдерін осылай үстіңгі жағына жағып, торттарымызды әдемілеп тегістеп алатын боламыз. Бұл тортты тегістеу негізінде опытпен келеді. Себебі бірден ондай әдемі болып тегістелу мүмкін емес, сондықтан қолдың жаттығуы бұл жерде көп рөл атқарады. Спатуламен де үстіңгі жақтарын осылай тегістеп аламыз. Енді мен үстінен жазу жазатын боламын. Ол үшін кондитерлік мешокқа Қазақстан шоколадын салып, үстінен қатты ыстық суды құйып қоясыздар. Шоколадымыз еріген кезде осылай қалаған жазуларыңызды жазып аласыздар. Және де қалауларыңызша, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сәндейсіздер. Осымен біздің тортымыз дайын, өте дәмді торт. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.